Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Hoş geldiniz құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылдамдық, ептілік және топтық бірлікті дамыту жаттығулары, яғни көңілді эстафета. Сабағымыздың мақсаты білім алушылардың қозғалыс белсенділігін арттыру, шапшаңдық, ептілік және ұйымшылдық қабілеттерін дамыту, топпен жұмыс істеу, жеке өзара қолдау мәдениетін қалыптастыру, дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру. Сабақ үстінде сақталатын қауіпсіздік талаптары. Мұғалімнің рұқсатынсыз спорттық құралдарда жаттығулар жасамауы тиіс. Спорттық құралдар ылғал болған жағдайда таза шүберекпен сүртілуі қажет. Спорттық жаттығулар жасағанда бір-бірін сақтандыруы қажет. Қиын жаттығуларды мұғалімнің қадағалауымен жасау керек. Оқушылар сабақ үстінде тәртіпті қатаң сақтауы керек. Мұғалімнің тапсырмасынан тыс жаттығуларды жасауға болмайды. Мұғалімнің рұқсатынсыз сабақтан кетуге болмайды. Келеңсіз апаттық жағдайларда сақталатын қауіпсіздік талаптары. Апаттық жағдайда өрт болған кезде мұғалімнің нұсқауымен айқай-шу тудырмай тезірек спорт залдан шығуы қажет. Кенеттен ауырған кезде жаттығуды тоқтатып, мұғалімге хабарлау керек. Оқушы жарақат алып қалса, мұғалімге дереу ескертуі қажет. Сабақ аяқталған кезде сақталатын қауіпсіздік талаптары бар. Олар спорт залдан мұғалімнің рұқсатымен асықпай шығу қажет. Шешінетін бөлмеде спорттық киімдеріңді, оны тек дене тәрбиесі сабағына пайдалануы қажет. Сонымен жаттығуымызды бастаймыз. Оқытушының нұсқауымен білім алушылар оңға бұрылып, саптық қадаммен алға басады. Екі қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүреді. Екі қолды белге қойып, өкшемен жүреміз. Ал келесі жаттығуымыз екі қолды иыққа қойып, аяқтың сыртымен жүреміз. Келесі жаттығуымыз екі қол қуыпта білекті айландырамыз. Білекті шынтақты қыздыру мақсатында толқын жасаймыз қолдарымызбен. Келесі жаттығуымыз екі қолды байлап, алға денемізден алға қарай созамыз және басымыздан жоғары қарай көтереміз. Осылай бірнеше рет қайталаймыз. Келесі әрмен қарай жүгіру жаттығуымен жалғастырамыз. Екі қол кеуде тұсына қойып, жеңіл жүгіріп бастаймыз. Жүгіру барысында білім алушылар ара қашықтықты міндетті түрде сақтауы қажет. Ақырын жүріп, тыныс алуды қалпына келтіру жаттығуларын жасаймыз. Тыныс алуды қалпына келтіріп болған соң, екі қолды белге қойып, оң қанатпен және сол қанатпен жүріп, келесі жаттығуымыз екі қолды алға созамыз, жоғары, екі жанға және иық тұсына қойып, саусақтарды ашып жұму жаттығуларын жалғастырамыз. Жүгірудің келесі тәсілі кедергілер арқылы жүгіру, яғни спорт залды кедергілер арқылы айлана отырып, әртүрлі іс-әрекет қимылдармен жалғастырамыз. Әуелі балалар кедергілер арқылы жүріп, ара қашықтық сақтап, жүгіріп өтетін жолды алдымен бақылап, одан кейін жүгіру жаттығуын бастаймыз. Жаттығуымызды ары қарай жүгіру кезіндегі әртүрлі жаттығулармен жалғастырамыз, яғни екі қолды екі жанға созып, аяқты айқастыра отырып жүгіреміз. Келесі жаттығуымыз екі қолды жамбасқа, яғни арт жаққа қойып, өкшені алақанға тигізе жүгіреміз. Екі қолды алға созып, тізені көтеріп жүгіреміз. Келесі жаттығуымыз екі қолды екі жанға қойып, аяқтың сыртын тигізе жүгіреміз. Келесі жаттығуымыз жүгіру кезінде тізені
жоғары көтеріп жүгіреміз. Келесі жүгіру кезінде екі қолды жоғары көтеріп, биік-биік секіреміз. Келесі жаттығуымыз жүгіру кезінде оң қанатпен және сол қанатпен жүгіреміз. Осымен жүгіру жаттығуын аяқтап, тыныс алуын қалпына келтіріп, бір қатарлы сапқа тұрады. Сапта тұрып, 1-ге, 2-ге, 3-ге саналып, үш қатарлы сапқа тұрады. Сап кезінде бір орында орындалатын жаттығуға дайындалады. Балалар үш қатарлы сапқа тұрып болған соң, бір орындағы жаттығуын бастайды, яғни екі қол белге, баспен алға, артқа, оңға және солға жаттығуларын жасайды. Келесі жаттығуымыз екі қол белге тұрған күйінде басты оң жаққа және сол жаққа 4 рет айналдырады. Келесі жаттығуымыз екі қолды иыққа қоямыз, алға қарай 4 рет, артқа қарай 4 рет айналдырамыз. Келесі жаттығуымыз оң қол жоғары, сол қол төменге, арқаға сермей отырып жалғастырамыз. Келесі жаттығуымыз екі қолды кеуде тұсына қоямыз, оңға және солға бұрыла отырып, 2 рет қолды артқа сермейміз. Келесі жаттығуымыз екі қолды кеуде тұсына қоямыз, оңға және солға бұрыла отырып, 2 рет қолды артқа сермейміз. Келесі жаттығуымыз білім алушылар сол бағытқа бұрылып, екі қолды екі жанға созып, аяқтың арасын кең ашып, оң қолды сол аяқтың ұшына, сол қолды оң аяқтың ұшына тигізеді. Яғни мельница жаттығуын жасайды. Келесі жаттығуымыз екі аяқты бірдей қойып, екі қолды екі тізеге қойып, тізені оңға және солға 4 рет айландырып жаттығу жасаймыз. Келесі жаттығуымыздың түрі комплексті жаттығу. Бірінші отырамыз, екінші аяқты артқа созамыз, үшінші қайта жинаймыз, төртінші орнымыздан тұрып секіріп, жаттығуларымызды аяқтай келе, сергіту уақытына да келдік. Алдымен балалар жерге екі шынтағын қойып, тіреп, аяқтың ұшында белдерін тік ұстап, денесін жерге тигізбей тұрады. Осылай 30 секунд жалғасады. Осымен денені қыздыруға арналған жалпы дамыту жаттығулары аяқталды.
Görüşürüz.